Менің аты жөнім Ахалбек Абылмансор. Астана қаласында дүниеге келдім. Қазіргі таңда грек-рим күресінен Қазақстан және Азия чемпионатының жеңімпазымын. Отбасымда 4 баламыз. Негізі бүкіл отбасым күреспен айналысады. Біріншіден негізі мені еркін күреске алып келген. 3-4 айдай тренировка істеп, еркін күрес ұнамай, осы грек-рим күресіне келіп, папам себепкер болды. Күресіп, сонымен жалғастырып кеттім. Грек-рим күресіне ең басында келген кезде күресуге ыңғайсыз болды. Өйткені еркін күрес пен грек-рим күресінің айырмашылығы, еркін күресте аяқтан ұстауға болады, ал грек-римде ұстауға болмайды. Сосын жаттықтырушы Мәділ ағай үйретіп, жарыстарға барып, жарыстарда орындар алып, осылай ары қарай күресімді жалғастырдым. Ең басынан сол қалалық жарыстарда бірінші ұтылдым. Сосын ағай мені бірінші республикалық турнирларға апарды. Бірінші 3-ші орын алдым, 2-ші орын алдым. Сонымен ақырындап бірінші орынға ие болдым. 4 жылдай жаттығу істеп, Қазақстан Республикасының чемпионатына апарды. Ең бірінші Қазақстан Республикасының чемпионатында ұтылып қалдым. 3-ші орынға таласып ұтылып қалдым. Екінші рет ағай апарған кезде бүкіл күшімді салып, 1-ші орынға ие болдым, Аллаға шүкір. Сонымен 3-4 сбор өтіп, Азия чемпионатына бардым. Азия чемпионатында 1-ші орынға ие болдым. Бұл тек қана бастамасы. Сонымен дайындалып, 2-3 травма алып қалдым Азияның алдында. 2 апта уақыт қалған кезде қайттан қолымды ауыртып алдым. Әкем айтты, Азияға күреспей қой, бұл тек қана бастамасы деп. Мен бірақ өзімді қолыма алдым да, травманы емдеп, сонымен тағы бір сбор өтіп, Азия чемпионатына жол тарттық. Азия чемпионатына өте мықты настрой ұстап, әкемді тыңдап, ағайымды тыңдап, ағаларымды тыңдап, қолыма алдым да, Азия чемпионатында енді жеңіске жеттім. Грек-рим күресінде негізі балуандар көп травма алады. Енді жартысы шыдайды, жартысы шыдамайды, идейдан бұрыстауға бұл деген. Ең бастысы мінез, бүкіл адамдар мінездері әртүрлі болады ғой. Спортта енді көптеген қателіктер болады, сол қателіктердің кесірінен травма аласың. Бірақ оған қарамастан алдыңға қойған мақсаттарына жету керек. Ең бастысы спортшыға сынбау керек қой. Әр спортшының мақсаты ол Қазақстан туын көкке желбірету деп ойлаймын. Қазіргі үлкен мақсат, әр спортшының мақсаты Олимпиада ойындарын бағындыру деп ойлаймын. Көбінесе негізі осындай кішкентай кезден адамдар үлкен мақсаттарға жетіп, өскен кезде күрес ұнамай кетеді, сонымен бәрі аяқтап кетеді. Ең бастысы күреске тоймау керек деп ойлаймын. Алдында әлі әлем чемпионаты бар, Олимпиада ойындары бар. Біздің мақсатымыз ол бізге қойылған додаларды бағындыру деп ойлаймын. Негізі мен 5-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейін осы қалада жаттықтырдым Әділ ағайында. Сосын Әділ ағай мені Қажымқан Айтбасұлы артындағы спорт мектебіне түсірді. Сол спорт мектепте мені Дәурен Кегенбаев деген жаттықтырушы өзіне алды. Сол 2 жаттықтырушы маған көп пікір берді. Өзіме мықтылармен күрестен адам өседі деп ойлаймын. Менен 3-4 жас үлкен адамдармен күресіп, солармен күресіп мен травма алып, бірақ енді соларға қарап өстім ғой енді. Мен осындай өте күшті жаттықтырушылар болмаса бұндай белестерге жетпейтін едім. Ең бастысы осы тренерлеріме рахмет айтамын. Және де мен үлкен алғыс айтамын өзім отбасыма. Отбасым әрқашан да мені қолдайды. Жарыстарға шыққан кезде звондап, солардың қолдары маған өте маңызды. Қазіргі таңда үкімет спортшыларға өте қатты қолдау көрсетіп жатыр, спонсорлық жағынан. Олар қолдау көрсетпесе, балуандар сборларға, шетелдерге шыға алмайды деп ойлаймын. Олардың да көптеген еңбектері бар деп ойлаймын. Әр спортшыда патриоттық сезім деген болса, ол үлкен белестерге жетеді. Біз жарысқа шыққан кезде осы Қазақстан туын көкке желбіретсем деп шығам. Қаншама адамдар мені тікелей эфирден қарайды. Сол Қазақстанды ойлап, әнұранымды шырқасам екен деп күресемін. Сол маған өте қатты көмектеседі. Мен ойымша қазіргі таңда біз жетіп жатқан белестер ол тек қана бастамасы, алдымызда үлкен шыңдарды бағындырамыз деп ойлаймын.